Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Айгүл Байменова. Алдымен бүгін күннің басты ақпараттарына тоқталайық. Астанада ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына елбасы қатысуымен өткен салтанатты шараны ақтөбеліктер тікелей трансляция арқылы көрді. Толығырақ жаңалықтар барысында. Тәуелсіздік күні қарсаңында облыстық ішкі істер департаментінің бір топ қызметкерлерін ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Демеуов марапаттады. Толығырақ жаңалықтар барысында көретін боламыз. Желтоқсан айының 3-ші жексенбісі елімізде энергетиктер күні кәсіби мереке қарсаңында бір топ сала қызметкерлері марапатталды. Толығырақ жаңалықтар барысында. Осы және өзгеде жаңалықтар туралы толығырақ. Бүгін елордада елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына арналған салтанатты жиын өтті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ел дамуына үлес қосқан барлық отандастарға айрықша ықыласын білдірді. Ширек ғасырда еліміздің жеткен жетістіктермен бағындырған белестері паш етілді. Өткенге баға беріліп, келешекке бағдар жасалды. Елорда төрінде өткен салтанатты жиынды барлық қазақ жұрты ел өңірлерінде тікелей эфир арқылы көріп отырды. Ақтөбеліктер қон спорт сарайында қойылған алып экран арқылы күллі қазақ елмен бірге тарихи шараға куә болды. Елбасы алдымен елдіктің үлгісін көрсеткен өңірлерге ықыласын білдірді. Тұғыры мығым, мәртебесі биік тәуелсіз Қазақстанды біз бәріміз жасадық. Осы ұлы мемлекетті құруда өндірісті өңір ақтөбеліктер үлкен үлес қосты деді Қазақстан президенті. Киелі осы ұлы мемлекет құруда, елді біріктіруге жасаған жұмыс шаруамызда Алатаудың баурайындағы азаттықтың алтын бесігі алматылықтар, жағасының қарт Каспийді толқындары сүйген мұнайлы өлке Атыраулық және Маңғыстаулық ағайын, өндірісті өңір ақтөбеліктер үлкен үлес қосты. Біз ана тілімізді түлетіп, ата дінімізді оралтқан айшықты елміз. Тағылымы тарихымызды түгендеген жоралы жұртпыз. Барша қазақтың бас біріктірген бәтуәлі ұлтпыз. Біз даламыз бен қаламызды бірге көркеткен қуатты халықпыз. Арқа төсіне тәуелсіздігінің салтанатты символы ел ордамызды орнатқан жасампаз жұртпыз. Достықтың дара дәстүрлерін дамытқан бір тұтас ұлтпыз. Көршімен тату, шалғаймен сыйлас, өмір сүрудің өнегесін көрсетіп, салиқалы сыртқы саясатын жүргізген ұлағатты ұлыспыз. Мемлекет басшысы тәуелсіздік жылдары елдің өркендеуі жолында бизнес саланың үлесі зор болғанын атап өтті. Оның ішінде ел экономикасына $350 миллион инвестиция құйған ақтөбелік кәсіпкер Исламбек Салжановтың игілікті ісін көпке үлгі етті. Исламбек Салжанов құрған Алтын Қыран компаниясы экономикамызға $300 миллион инвестиция салып, 1000 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Бірақ бір бизнесмен, бір адам. Кәсіпкерлеріміздің екеуінің де әлеуметтік жауапкершілігі жоғары, мектептерді салды, ауылдарында, ауруханада салғызды, спорт кешендерінде салдырды. Осындай өзінің мемлекеттің саясатын пайдаланып, байып, қуалқатты адам болғаны өте жақсы. Ал енді сол кезде халыққа бет бұрып, елге көмектескен үшін тағы да бір ризашылығымызды барша іс адамдарына айтайық. Мемлекетіміздің дамуына, тәуелсіздігіміздің нығаюына зор үлес қосқан елеулі азаматтар еліміздің түпкір-түпкірінен жиналды. Елбасының құттықтауынан кейін Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаевқа сөз берілді. Бердібек Сапарбаев тәуелсіздік пен елбасы есімі егіз ұғым деді. Ол осы жылдар ішінде қол жеткен барлық жетістік президенттің тікелей қолдау екеніне тоқталды. 25 жылда Ақтөбе облысында 127 медицина ғимараты, 113 мектеп, 487 балабақша салынды. Тұрғындардың 90% таза ауыз сумен қамтылғанына тоқталды. Аса мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстанның күллі өңірлері бүгінде алып құрылыс алаңына айналды. Ақтөбе облысында еліміздің орталығыменен батысын жалғайтын Хромтау Алтынсарин, Шалқар Бейнеу темір жолы, Батыс Еуропа, Батыс Қытай күре жолының 700 шақырымдық бөлігі іске қосылды. Ақтөбе Атырау Астрахан, Ақтөбе Орскі жолдарының құрылысы басталып кетті. Бір кезде артта қалған ауыл шаруашылығы бүгінде жетекші салаға айналды. Өзімізді азық-түлікпен қамтамасыз етіп қана қоймай, сіздің көмегіңізбенен экспортқа өнім шығара бастадық. Біздің аудандарымызға
кеңес үкіметінің 70 жылында көгілдір отын жетпеп еді. Биыл барлық аудандардың орталығына газ өткізілді. Облыс тұрғындарының 87% үйін газбенен жылытып отыр. Сіздің қолдау көмегіңіздің арқасында биыл тек қана Ақтөбе қаласында 5000-ға жуық отбасы қоныс тойын тойлады. Ақтөбе тарихымыздың темір қазығы іспетті. Тәуелсіздік шежіресінде ерекше орын алатын аймақ. 25 жылда өңір ауыл шаруашылығын дамытып өндірісті өркендетті. Сапалы өнімдермен Қазақстанды бүкіл әлемге танытты. Жиында осы жетістіктердің барлығына мемлекетіміздің ұстанған ұтқыр саясаты сеп болған айтылды. Жиын барысында сан салада көпке үлгі болып жүрген белсенділер жерлестерін жарқын болашаққа бірге қадам жасауға шақырды. Қандай қиындық болмасын, көпшілік біріксе алынбайтын қамал жоқ. Мұны өткен 25 жыл дәлелдеп отыр. Мен осы 25 жылдың ішінде облысқа еліміздің өркендеуіне, жаңаруына, экономиясын, әсіресе медицина саласында қызмет жасап, көптеген жетістіктерге жеттік. Сол еңбегімнің арқасында бүгін тәуелсіздіктің 25 жылдығының медалына наградталып тұрмын. Барлығымыз бірігіп елбасының тәуелсіздіктің қорытындысы жөнінде үлкен тыңдап отырмыз. Бақыттың шарықтау шегі сияқты. Бүгін көңіліміз тоқ. Бір 25 жылдықтың нәтижесін сезіп отырмыз. Әрине кітапхана саласында да үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бұрынғы немен салыстыруға мүмкін емес, өйткені бүгін бізде қазақ тілді кітаптарымыз, қорларымыз өте көп толықты. Электронды кітаптар бар, электронды почта арқылы жібере аламыз. Қол жетімділігі өте жақсы. Соның арқасында біздің оқырмандарымыз бүгінгі күнде көбейді. Елдің осы 25 жылда өте үлкен жетістікке жеткені ол біздің елбасымыздың арқасы. Салиқалы саясатының арқасында. Біздің еліміз қазір күн сағат, күн сайын, сағат сайын оны ойлаймын енді дәрежесі деп біздің Астананы айтуға болады. Өйткені күн сайын сағат сайын өсіп келе жатқан. Мен жеке кәсіпкермін, құрылыс саласында жұмыс жасаймын. Өзімнің мекемем бар. Сонымен өзім де осы 25 жылға кішкентай да болса қосқан үлесім бар деп айтқым келеді. Ширек ғасыр ішінде шарықтап дамып, біріккен ұлттар ұйымының төрінде көк туымыз желбіреді. Қазақ тілі сөйледі. Ғарышқа қазақ баласы қазақ елінің атынан самғады. Ел таңбамызды мәңгілік мөрге айналдырдық. Бұл елбасы сөзі. Аға буын өкілдері осы жетістіктердің оңайлықпен келмегенін жастарға жеткізуге тырысты. Өз кезегінде жастар өкілдері мәңгілік елге алған бағыттан жаңылмауға уәде берді. Бүгінгі таңда осы елбасымыздың арқасында жастарға білім алуға, шетелде білім алуға және өзінің білімі бойынша, мамандығы бойынша жұмыс жасауға өте көптеген жағдайлар жасалып отыр. Соның арқасында осы Қазақстанымыз гүлденіп, осы 25 жылда жеткен жетістіктеріміздің жемісін көріп жатырмыз. Болашақ программасы бойынша неше көптеген жастарымыз шетелдерде оқып келіп жатыр. Қазіргі таңда сол неге байланысты өндіріс саласы, білім саласы, медицина саласы барлығы да дамып жатыр. Еліміздің тәуелсіздік алғалы бері елбасымыздың жасаған неше түрлі сындары істерін біз мақтанышпен айта аламыз. Осындай біз тәуелсіз мемлекетте туылып өскенімізге қуаныштымыз. Және де елімді мен тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елбасымыздың бізге деген жасаған мүмкіндіктері көп. Елімізге көптеген үлес қосамыз, пайдалы деген үміттеміз. Жаңа жылдан бастап зейнетақы көлемі 20% артады. Осылайша бұл өсім 2 миллионнан астам қазақстандықты қамтиды. Бұл туралы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев мәлімдеді. Сонымен қатар елбасы үкіметке 2017 жылдың 1 шілдесінен бала туылғанда берілетін жәрдемақыны 20%-ға көбейтуді тапсырды. Президент біздегі демографиялық көрсеткіш жоғары екенін, өмір сүру ұзақтығы 72 жасқа жеткенін атап өтті. В ознаменование нашего праздника 25-летия независимости я поручаю правительству в следующем году повысить размеры пенсии на 20% к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 миллиона 200 тысяч казахстанцев. Также поручаю с 1 июля 2017 года увеличить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Санаулы
жиындардан соң Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өтеді. Және осы уақыт ішінде жеткен толағай табыстармен бірге келесі 25 жылдыққа аяқ басады. Салтанатты шараны қорытындылаған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді: лайым солай болғай. Райгүл Enшібайқызы, Жанат Исағиев, Қазақстан, Ақтөбе. Астанада өткен салтанатты жиынды ел өңірлері тікелей эфирден көрді. Трансляцияға тікелей қосылған ақтөбелік мекеме ұжымдары елбасының құттықтауын бірге тыңдады. Нұрсұлтан Назарбаев елдің бұдан әрі дамуына маңыз қойды. Ол Ресеймен, Қытаймен, ақш-пен және Еуропалық одақпен серіктестікті нығайту елдің сыртқы саясатындағы негізгі басымдық екенін айтып өтті. Президент Қазақстан қазір экономикалық әріптестіктің жаңа моделін интеграциялауға бастамашы ретінде әлемге танылғанына тоқталды. Оның айтуынша Шанхай серіктестік ұйымы мен Азиядағы сенім шаралары және өзара әріптестік кеңесі сияқты ұйымдардың қызметіне еуразиялық интеграция идеясы енгізілді. Елбасының сөзіне бәріміз құлақ асып, осы 25 жылдық тәуелсіздік төңірегінде атқарылған жұмыстар, қандай өткен біздің еліміздің қиыншылықтарын, соның бәрін ести отырып, қазіргі жетіп жатқан дәрежеміздің қорытындыларына бәріміз қорытындылай келе, қазіргі елбасының қойып отқан талаптарына, тапсырмаларына бәріміз бір ауыздан орындауға дайынбыз. Тікелей көрсетілімнен соң Ақтөбеде тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған салтанатты жиын өтті. Егемендіктің ширек ғасырлық мерейтойына елбасы жарлығымен тағайындалған мерейтойлық төсбелгі бір топ ақтөбелікке табыс етілді. Ел дамуына сүбелі үлес қосқандар қатарында еңбек ардагерлері, кәсіпорындардың, оқу орындарының қызметкерлері, кәсіпкерлер және спортшылар бар. 14 адам орталық сайлау комиссиясының алғыс хаттарын алды. Жалпы облыс бойынша мерейтойлық төсбелгімен 700 адам марапатталды. Сондай-ақ бүгін облыстық ішкі істер департаментінің ұйымдастыруымен тәуелсіздік күніне орай салтанатты шара өтті. Шара барысында 20 қызметкер мерекелік медальдармен марапатталса, маусымдағы оқиға кезінде лаңкестерді ұстаған 11 адамға айбын ордені мен ерлігі үшін медальдары табыс етілді. Салтанатты шара еліміздің ішкі істер министрінің бірінші орынбасары, полиция генерал-майоры Марат Демеуовтың құттықтауымен басталды. Ақтөбелік тәртіп сақшыларына ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай жылы лебізін жеткізген ол, ел ішіндегі қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп сақтауда қызметкерлердің еңбегі ерен екенін атап өтті. Қазіргі таңда Қазақстанның аты әлемге танымал. Бұл тәуелсіздіктің тартуы деп білеміз. Осы жылдар ішінде еліміз өзінің даму бағытын айқындады. Болашаққа сенім қарай алатын деңгейге жетті. Мұның бәрі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен тікелей байланысты. Шара барысында 5 маусымда болған лаңкестік оқиға кезінде қылмыскерлерді ұстауда ерлік көрсеткен полиция қызметкерлері марапатталды. Елбасының жарлығымен әскери және қызметтік парызын үлгілі орындап, заңдылық пен құқық тәртібін қамтамасыз етуді көрсеткен ерлігі мен жанкештілігі үшін облыстық ішкі істер департаментінің 11 қызметкер, оның ішінде 2 азаматқа 3-ші дәрежелі айбын ордені және 9 адамға ерлігі үшін медаль табыс етілді. Солардың бірі Заречный полициясы бөлімінің меңгерушісі Нұрлыбек Аманжолов. Ақтөбеде ойран салып, тұрғындардың үрейін алған жағдай кезінде ол бірнеше қылмыскерді ұстаған. Әсіресе Радниковка Ақжар блокпостына жасалған шабуылдан кейін өз әріптестерімен бірге 2 лаңкестің көзі жойылғанын айтады. Тексеру барысында Радниковка трассының бойынан 2 азамат көрінді, бірақ біздің бағынбай қарсылық көрсетіп, суыққа аңшылық мылтық қолданып, бізге қарай оқ атып, біздің тревелерімізге бағынбай, көзін жоюға тура келді. Ал Паллада қару-жарақ дүкенінің алдында лаңкестермен бетпе-бет келген жол-патрульдік полициясының инспекторы Әлібек Жетіғарин бүгін ерлігі үшін медальмен марапатталды. Қанды қол қылмыскерлерге қарсы атыста ол тайсалмады. Сол оқиғада оң қолынан алған жарақаты әлі жазыла қоймапты. Осы аппаратпен жүрмін, қолымда бұйырса бір 2-3 айдан кейін қайтадан қатарға қосыламын деп ойлаймын. Ары қарай өз жұмысымды атқарып жалғастырамын.
Салтанатты шара барысында ішкі істер министрінің бірінші орынбасары қызмет бабындағы ерлікпен қаза тапқан қызметкерлердің отбасы мүшелеріне де сый-сияпат көрсетіп марапаттады. Ал Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл медалі 20 тәртіп сақшысына табыс етілді. Сондай-ақ құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медальдары мен ішкі істер органдарының үздігі төсбелгілері және құрмет грамоталары мен алғыс хаттары берілді. Қазіргі уақытта енді сіздер өздеріңіз білесіздер, бізге альтернатива қылмыстық кодекстің 4 статьясы бізге өтіп жатыр. Тікелей бұрынғы құқық қорғау органдарымен бірігіп, оның ішінде комитет нацбесамасы бірге біріп, қазір бірге жұмыс істеп жатырмыз. Оған көп шараларды қазіргі уақытта істеп жатырмыз. Тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымдастырылған шара концерттік бағдарламаға ұласты. Ануарбек Мырзатайұлы, Мейіржан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Ал ревизиялық комиссияның бірқатар қызметкерлері мемлекеттік аудитор сертификатын алды. Осы сертификатты алу үшін олар 2 ай көлемінде оқып келген. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 20 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Облыстық әкімдікте өткен сертификаттарды табыстау шарасының аясында қаржы саласында 30 жылдан астам еңбек етіп келе жатқан 2 қызметкерде марапатталды. Оның бірі республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 3-ші дәрежелі қаржы сақшысы төсбелгісінің иесі Жамал Шайынов, ал Ақтөбе облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі Серік Орынбаев мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісімен марапатталды. Тексеру комиссиясының мамандарына мемлекеттік аудитор деген лауазым сертификаты беріліп жатыр. Негізі бұл өмірлікке беріліп жатыр. Және де бұл біздің негізгі жұмыстарымыздың енді өзгереді деген сөз. Елбасының тапсырмасы бойынша бізде былтырғы жаңа мен айтқан заң бойынша уже қазір аудит системасы 2-ге бөлінеді. Бірі ішкі аудит, екіншісі сыртқы аудит. Негізгі жергілікті бюджеттің сыртқы аудитін жүргізетін орган ол біз тексеру комиссиясы. Енді біздің жұмысымыз тек қана осы бюджеттің қалай игерілуін қарап қоймай, және бюджеттің тиімділігін, бөлінген қаржының тиімділігін қарау болады. Ал желтоқсан айының 3-ші жексенбісі елімізде энергетиктер күні атап өтіледі. Кәсіби мереке қарсаңында сала қызметкерлеріне құрмет көрсетіліп, достық үйінде салтанатты шара ұйымдастырылды. Облыс әкімінің орынбасары Жаңабай Бексары энергетика саласында елеулі еңбек еткендерге тәуелсіздікке 25 жыл мерекелік медалін табыстады. Бір топ азаматқа Қазақстан электроэнергетика ассоциациясының және облыс әкімінің алғыс хаттары берілді. Бұдан өзге еңбек сіңірген энергетик медалі табыс етілді. Қазақстандағы халқымызды бәрін осы бүгінгі үлкен мерекеміз Қазақстанның тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтағым келеді. Біздің енді аспанымыз ашық, еліміз тыныш, елбасымыздың аман болғанын тілеймін. Эфирде жаңалықтар, хабарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Осыдан 14 жыл бұрын 17 адамның өмірін аман алып, өзі қаза болған дәрігер Мадина Бөкееваның құрметіне мемориалдық тақта ілінді. Көшеге ат берілді. Толығырақ жаңалықтарымызда. Табыс коммуналдық базарында мереке қарсаңында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Бұдан былай Ақтөбе қаласында Мадина Бөкееваның атындағы көше бар. Ол жедел жәрдем медициналық қызметінің дәрігері болды. Осыдан 14 жыл бұрын қалалық сүт зауыты аумағында кәріз бекетінде болған жарылыста 17 адамның өмірін сақтап қалып, өзі қаза тапты. Бүгін оңтүстік батыс ауданындағы жаңадан салынып жатқан жедел жәрдем бекетінің маңындағы көшеге Мадина Бөкееваның аты беріліп, оның құрметіне мемориалдық тақта орнады. Салтанатты шараға қала әкімі Ильяс Испанов қатысты. Әріптестері дәрігер жайлы естеліктерімен бөлісті. Бүгін Қобда ауданында да ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған салтанатты шара өтті. Ауданның ширек ғасырда жеткен жетістіктері айтылып, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Бұдан өзге ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан азаматтар марапатталды. Толығырақ осы ауданда болып қайтқан тілшіміз Жұлдыз Алмасқызы әңгімелейді.
Батырлар мекені Қобда ауданында мерейлі жылды зор табыспен қарсы алды. Оған арнайы ұйымдастырылған көрме дәлел бола алады. Онда ауданның жеткен жетістіктері мен алдағы мақсат міндеттері көрсетілді. Мектеп оқушыларының жасаған жұмыстары қойылды. Мәдениет үйінде өткен салтанатты шарада облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Жұмағазиев егемендіктің ширек ғасырында әлемге танылған қазақ елінің алдағы мақсат мұраты мәңгілік екеніне тоқталды. Қобдалықтарға табыс тілеп, мерекемен құттықтады. Тәуелсіздіктің арқасында бүкіл әлем қазақ елін біле бастады. Қазақ кім екенін халық өзін көрсете білді. Осы тәуелсіздік уақытта еліміз біраз жетістіктерге жетті. Терезелер тең өркениетті ел қатарына кіре бастады. Шара барысында еліміздің тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктер айтылып, театрландырылған көрініс ұсынылды. Облысқа жұмыс сапарымен келген ұлттық экономика министрлігінің департамент басшысы Дастан Өмірбаев та қобдалықтарды құттықтады. Қазақстанның ең алғашқы жылдары тәуелсіздіктің жұмыс орны жабылып, жұмыссыздықтар өсіп, зейнетақы, жәрдемақы, жалақылар кешіктіріліп берілді. Бүгінгі таңда бұл мәселелердің бәрі шешіліп, Қазақстан тұрақты даму үстінде. Осының бәрі халқымыздағы бірлік пен ауызбіршіліктің арқасы. Қобдалықтар ширек ғасырда ауданды көркейту, халықтың тұрмысын жақсарту бағытында аянбай қызмет етіп келеді. Елді мекендердің 50%-ға жуығы көгілдір отынмен, 70% таза ауыз сумен қамтылды. Инфрақұрылымның дамуы шағын және орта кәсіпкерліктің қанат жаюына зор ықпалын тигізіп отыр. Кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2,5 есеге өсіп, 992-ге жетті. Қазір ауданда құрылыс материалдарын шығарумен, жиһаз жасаумен, сүт, ет, нан, кондитер өнімдерін шығарумен айналысатын цехтар жұмыс жасайды. Бүгінде халық саны 19 мың адамды құрайды. Кәсіпкерлік қанат жайып, мемлекет тарапынан көрсетілген зор қолдаудың арқасында қобдалық азаматтар биік белестерді бағындырып, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін сезініп, елге қызмет жасап жатыр. Тәуелсіздік жылдарында әлеуметтік салада да халықтың игілігі үшін іргелі өзгерістер орын алды. Сәулетті мектептер мен емханалар, спорт нысандары мен сән тұрғын үйлер бой көтерді. Салтанатты шара кезінде ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан 60 адам марапатталды. Оның 19-ы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медаліне ие болды. 15 адамға облыс басшысының, 14 азаматқа аудан әкімінің алғыс хаты берілді. Ал 6 адамға еліміздің сайлау жүйесінің қалыптасуына сүбелі үлес қосқан үшін орталық сайлау комиссиясы төрағасының алғыс хаттары табысталды. Мерекелік медальмен марапатталғандардың бірі Тайбурыл шаруа қожалығының басшысы Жәнібек Әнішев. Ол ауылда ұлттық спорт, атбегілік өнерді дәріптеп жүр. Тәуелсіздік деген ол ештеңемен теңестіруге болмайды. Ештеңемен. Мысалға біз қазақ халқы соның зардабын көп шектік. Осы мерекемен бәрін құттықтаймын баршаны. Бұл мерекенің мерекесі. Құдай тағала осы егемендігімізден, осы бостандығымыздан, осы бір тұрақтылығымыздан айырмасын. Салтанатты шара қобдалық өнерпаздардың концерттік бағдарламасына ұласты. Қобда ауданынан Жұлдыз Алмасқызы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе. Сондай-ақ бүгін облыстық әкімдікте өңірдің дамуына үлес қосқан 20 адамға мерейтойлық төсбелгі табысталды. Олардың қатарында қоғам қайраткерлері, үкіметтік емес ұйымдардың басшылары, еңбек ардагерлер, желтоқсан оқиғасына қатысушылар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де бар. Шара барысында облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Ербол Нұрғалиев ширек ғасырдағы облыстың жеткен жетістіктерін айтты. Мерекелік медальға ие болғандардың қатарында әріптесіміз Қазақстан Ақтөбе телеарнасының тележүргізушісі Венера Серғазина да бар. Тәуелсіздік алған жылдары бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі артты деуге болады. Оның ішінде телевизия саласы өте қарқынды, қарыштап дамыды. Мен өзім тәуелсіздік алған жылы еңбек жолын жаңа ғана бастаған жас маманмын. Елмен бірге, жас мемлекетімізбен бірге өсіп өркендеп келеміз әлі күнге дейін. Бүгін мереке қарсаңында осындай марапатқа ие болғаныма өте қуаныштымын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры берік болсын дегім келеді. Аспанымыз әр уақытта ашық болсын.
Ақтөбеде медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің өкілдері де осы салада көп жыл еңбек еткен ардагерлеріне құрмет көрсетті. Мекеме басшысының орынбасары Ринат Құбатаев ұжымды ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы мерекесімен құттықтады. Осы жылдарда медицина саласында қызмет еткен әріптестеріне алғыс айтып, ұжымға бірлік тіледі. 9 зейнеткерге денсаулық сақтау министрінің алғыс хаты табысталды. Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында Қазақстан Ақтөбе телекомпаниясының ұжымы да салтанатты жиын өткізді. Тәуелсіздік жылдарында елмен бірге дамуға бет бұрған телевизия саласына еңбегі сіңген қызметкерлерін марапаттады. Оның ішінде Қазақстан Ақтөбе телеарнасының бас инженері Жексенбай Құлдановқа ақпарат және коммуникациялар министрлігінің ақпарат саласының үздігі төсбелгісі табысталды. Сондай-ақ бірқатар журналистерге мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға қосқан үлесі үшін алғыс хаты берілді. Ал Қазақстан Ақтөбе телекомпаниясының басшылығы ұжымда жұмыс жасайтын тәуелсіздіктің төл құрдастарын құттықтап, еңбектеріне жеміс тіледі. Тәуелсіздік күні қарсаңында Табыс коммуналдық базарында ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Ақтөбе қаласы мен облыстың 5 бірдей ауданынан жеткізілген ет, сүт, көкөніс түрлері тұтынушыларға арзан бағамен ұсынылды. Кең көлемді жәрмеңке жаңа жыл мейрамы қарсаңында да өткізілетін болады. Мереке алдында ұйымдастырылған жәрмеңкеге Әйтеке би, Мұғалжар, Мәртөк, Ойыл, Қобда аудандары шаруа қожалықтары мен ақтөбелік тауар өндірушілердің өнімдері қойылды. Жалпы құны 7 миллион теңгеден астам ет, сүт өнімдері, көкөніс түрлері және картоп сатылды. Сондай-ақ көпшілікке танымал ірі кәсіпорындардың өнімдері де сөреге қойылды. Барлығы да нарық бағасымен салыстырғанда 10-15%-ға арзан сатылды. Ет, сүт, балықты арзан бізде. Сосын мына нелер, көкөністер де арзан. Сүттер вообще бізде арзан бұяқта. Ярмарка болған сайын келем. Жақсы бағасы, жақсы 65 және картоптар. 75 деп тұр морковты. Сол келіп тұрам жақсы. Міне майлар мұнда арзандау. 5 литрлі сыйық май 2000-нен кем 1800. Сосын қайда арзан сонда қараймыз ғой. Коммуналдық базар ішінде жуырда ғана ашылған әлеуметтік дүкен алдында да кезек орнады. Себебі мұндағы тауар бағасы әлдеқайда арзан дейді ақтөбеліктер. Негізінен дүкендік операция аясында өзге өңірлерден жеткізілген күріш, май, тұз, қияр, қызылша мен тағы да басқа ауыл шаруашылық өнімдері сатылды. Жәрмеңке ұйымдастырушыларының айтуынша жалпы биыл тұрақтандыру қорына жылдармен салыстырғанда мол өнім жиналды. Сондықтан да азық-түлік бағасын тұрақты ұстауға мүмкіндік бар. Бүкіл өнімдер алынды. Оны айтатын болсақ, мысалы 1000 тонна картоп сақталуда. Пригородный хозяйственный фирмада. Одан басқа Жамбыл облысынан 200 тонна жуа алынды. Өзіміздің мына қазір май шығаратын Ақтөбе Фудс компаниясынан 346 тонна май алынды, құмбағыз тонна. Сонымен қатар Қызылорда облысынан күріш әкелінді. Толық барлығы тұрақтылық қоры бәрі толықты қамтамасыз етілді. Мамандардың айтуынша аймақаралық операцияның тиімділігі артуда. Бүгіннің өзінде Тараздан көкөністер жеткізілсе, жаңа жылға таяу Шымкенттен жеміс-жидектер, ал Қызылордадан жоғары сұрыпты күріш жеткізілмек. Анурбек Мырзатайұлы, Мержан Аманжолов, Қазақстан Ақтөбе. Бұдан былай қалалық оқушылар сарайы өрендерінің өз әнұраны болады. Мұндай жағымды жаңалықтарын оқушылар сарайының ұжымы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында жариялады. Жаңа туындының әнін жазған ақтөбелік Манана Ставицкая, сөзін жазған Гүлсамал Аймаханова, ал әрлендірілген Сейсен Айтшанов. Көрермен алдында әнді алғаш рет Бозторғай хоры орындап шықты. Бұл тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған тартуымыз дейді қалалық оқушылар сарайының ұжымы. Қалалық оқушылар сарайы білім ордасы ғой, балалар тәрбиелейтін мектептен тыс мекеме. 3 ұрпақ тәрбиеленіп келе жатыр екен. Қазіргі таңда мысалы үлкен кісілер немерелерін әкелуде, бұрын өздері келген. Сондықтан балалар осы әнді айтып жүріп, бітіріп кеткеннен кейін де сағынып айтады деген ойдамыз. Біздің жаңалықтарды kstrk.kz және ақтөбе-tv.kz сайты мен әлеуметтік желілердегі парақшалардан да оқуға болатынын тағы бір еске саламыз. Арна тілшілері топтастырған бүгінгі күннің ақпараттар легі осындай болды. Сау саламат болыңыздар.